Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ әдебиетінде өзіндік қолтаңбасы бар Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесі. Сабақтың мақсаты әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну. Автор бейнесін шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісінде анықтау. Сабақтың мақсаты көтерілген мәселелердің жаңашылдығына баға беру, маңызды мәліметтерді анықтай білу. Тәрбиелік мақсаты құндылықтарды дарыту, туған жерге деген ыстық сезім, сүйіспеншілік, баланы қайраттандыру, жастарды туған жерге деген махаббатын ояту. Дамытушылығы шығармашылықпен жұмыстануда тың идеялар айта алу, көшбасшылық міндеттерін атқара алуы. Енді шығарма авторына қысқаша мәлімет беріп кетейік. Айгүл Кемелбаева 1965 жылы Семей өңірінде дүниеге келген. Орта мектепті бітірген соң Казму-дың журналистика факультетіне оқуға түседі. Білімін жетілдіру мақсатында Москвадағы Максим Горький атындағы әдебиет институтына түседі. Мамандығы әдеби қызметкер. Шығармалары: Жетінші құрлыққа саяхат, Тобылғы сай, Мая, Қияда әңгімелері көпшілікке таныс. Шашты әңгімесіне композициялық талдау жасап өтейік. Идеясы шығарманың туған жерге деген ыстық сезім. Оқиғаның басталуы жоңғар шапқыншылығы кезінде қолға түскен құлдықта болған тасқұл шалдың арманы. Оқиғаның дамуы салт дәстүр, мәрт мінез, тасқұл қарттың ат баптауы. Құлдықта жүрсе де қазақи болмысын жоғалтпаған шал. Шиеленісуі. Бір шапқыншылық кезінде қазақтың жас баласы Кенжебек қолға түсуі және тасқұл қарттың сол Кенжебекке азаттық бергісі келуі. Шарықтау шегі баланы жолға дайындауы. Шешімі баланы туған жерге аттандыруы. Енді шығарманы ары қарай жалғастыру үшін студенттерді топқа бөліп, 3 топқа бөліп, ойлан, жұптас, бөліс әдісі бойынша жалғастырамыз. Бірінші филя толтыру әдісі. Шығармадағы басты кейіпкерлер Тасқұл, Атажан, Кенжебек бейнесін ашатын деректер жинау. Кейіпкер туралы ой пікірін білдіру. Кейіпкер тұлғасын ашатын сұрақтар дайындау. Автордың кейіпкерді суреттеудегі қолданған тәсілін анықтау. Осы жерде Зейнолла Ғабдоловтың автордың бейнесін анықтаудағы әрекеті жинақтау. Әдеби тип жасау әрекеті. Көркем шығармадағы жинақтау, тип, даралау, мінез. Типтендіру деген суреткердің іс жүзінде өмір шындығын дүниетанымы тұрғысынан белгілі бір уақыт пен кеңістікке, әлеуметтік орта мен дәуірге сай талғап тануы, таңдап іріктеуі және жинақтауы. Сол арқылы өзі жасап отырған көркем бейнені сомдауы, тұлғаландыруы, даралауы болып табылады. Екінші тапсырма екінші жұпқа беріледі, екінші топқа. Шығармадағы мына үзіндіні оқи отырып, талдау жасау керек. Жылқышы шалдың неге өкінетіні, неге үміттенетіндігі жайлы өзіндік көзқарасыңды 3-4 сөйлеммен баға беріп кет. Үшінші жұпқа тапсырма. Мына үзіндіде қазақтың қандай дүниетанымдық және тәрбиелік қасиетін байқайсың. Қазіргі өмірмен байланыстыра отырып, 2-3 сөйлем көлемінде талдау жасап бер. Мына осы берілген тапсырмаларды орындау арқылы студент мәтін үзінділеріне талдау жасай алады, өзіндік көзқарасы арқылы баға бере алады. Енді сабақты қорытындылай келсек, керемет пікірталас әдісі. Осы топ мүшелерімен қима қағазда жазылған адамзат бойындағы ізгілік пен зұлымдық, жақсылық пен жамандық,
ақыл мен парасат, рух пен рухани күйреу ұғымдарының маңызын, шығарманың жаңашылдығына сыни тұрғыдан баға беріп айтады. Шығарманың жаңашылдығы не деген сұраққа жауап береді. Бұл жерде студент осы сұрақтарға жауап бере отырып, сұраққа сыни көзқараспен жауап бере алады, ой пікірін дәлелдей алады, шығарманың жаңашылдығына баға бере алады. Сабақты қорытындылай келе үйге тапсырма: шашты әңгімесін толық мазмұнда оқу. Және шығарманы оқу арқылы әр студент туған жер оттан да ыстық атты тақырыпта шағын өзінің ой толғауын қағазға жазба түрінде түсіру. Назарларыңызға рахмет.